Және де сәлемдер, сіздермен бірге Фредтен каналы. Бүгін біз осы Free Fire ойында бір нәрсе айтайын дегенмін. Осы Free Fire ойынына яғни бір жыл толды. Бір жылға байланысты ол осы Free Fire ойында көптеген нелер не қосты. Киімдер бесплатный, сосын тағы да басқа. Алмаз жетпоктан сосын өзгерістер енгізді. Оны былай айтып жеткізу мүмкін емес, оны ішінен кіріп көру керек былай. Мысалы айтатын болсақ, мен 2 киім алдым осы неге байланысты, бір жылға байланысты. Мен мынандай келген қазір көрсетемін, былай көрсетпесем. Набор деймін да, осыны сары киімін алдым міне. Осындай. Бұл бағасы қымбат, қымбат, бәрінен қымбат. 2600 кристалл тұру керек бұл набор, міне. Жоқ, сосын міне. Қайда кетті жаңағы? Міне 2600 кристалл тұрады. Не куплено деп шығып тұр менде. Сіз ол күні егер медальді жинасаңыз, сондай күні сондай басқандай Фордтың, Тауростың, Никитаның униформаларын алуға болушы еді. Енді тағы да алған киім сол күні бесплатно осындай киімдер таратты ғой. Не осы, сосын шалбары міне. Сосын туфли мынау. Сосын осындай киімдер берді. Сосын Алмаз жетпокта бүгін ғана міне Алмаз жетпокта мынандай кроликтің киімін енгізді. Бір түрлі. Өзі жаңағы нормально, мынау бір ұлдарға істеп қойған бір түрлі болып тұр. Қызы бір түрлі көрінеді. Сосын Алмаз жетпок осындай өзгеріс енгізді. Сосын егер де сіз дуо ойнасаңыз, мынандай наградалар аласыз мынандай. Күн сайын. Қайда кетті? Осы міне. Міне бір матч бітірсеңіз дуомен Алмаз жетпокқа билет, сосын авиа посылка, сосын костер береді. Сосын жетон жинайсыз андай мысалы золотой джекпоттан ашқан сайын сіздерге жетон береді, осындай қызыл, сондай киімдерге немесе андай карточкаларына ай бастайсыздар. Сосын новый ваучер шықты сатып алуға. Қазір айнасын бір айға немесе бір аптаға. Бұл ваучерлер конкурс болып жатыр бір каналда. Жоқ керіңіз. Сол міне бір жылға байланысты көптеген нелер енгізді. Мен қазір оны жеткізе алмаймын. Ол сол күні кірген кезде, 11-ші сол тамыз күні кірген кезде, ода неше түрлі нелер болып жатқан нелер, сосын часпик гранаты болды, я чисто гранатами атысатын. Ona жері тұрған, ненің орнында часпик чистилище деп тұрған гранаталар ғана пайдаланатын. Стена, сосын граната, сосын гранатомет осы ғана пайдаланатын болған. Жарайды, сіздермен бірге Фредтен каналы. Келесі кездескенше сау болыңыздар.